Сіздер мен бүгін турецкий десерт, яғни пирог креммен жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге қажет болады сүт, сұйық май, қант, ұн, қопсытқыш, ваниль сахары және какао және жұмыртқа керек болады. Бірінші құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Какао және қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Кейін миксерлейміз. Қантымызды аз-аздан салып отырып миксерлейміз. Кейін ванильный сахарымызды саламыз. Жақсылап көтерілгенше миксерлейміз. Кейін сұйық майды құямыз. Кейін сүтімізді құямыз. Енді дайындап қойған құрғақ массамызды електен өткізіп саламыз. Екі бөлікке бөліп салатын боламыз. Массамыз осындай болу керек. Енді тавамызға пергаментный бумаганы төсеп, массамызды құямыз. Тегіс етіп жайып, қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымызға қажетті заттарды және мөлшерін астына описанияға жазып қалдыратын боламын. Пісіп шығам дегенше біз қайнатпалы кремімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сүт, қант, жұмыртқа және ваниль сахары керек болады. 2 жұмыртқаны салып аламыз. Қазанымыз осындай темір қалыңдау болу керек. Қантымызды салып, ванильный сахарымызды салып, сосын кукурузный крахмалды салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстінен сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Енді отқа қойып, қозғап отырып қайнататын боламыз. Осындай қою масса пайда болады, сонда дайын болды деген. Пирогымыз пісіп шықты, осылай шпажканың көмегімен тексеріп аламыз. Кейін осылай бетін тесіп шығып, кофені құйып шығатын боламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сүт, тағы да басқа сұйықтықтар құйсаңыздар болады. Енді жаңағы қайнатпалы кремімізді үстінен салып, тегістеп жағып шығамыз. Оның үстінен какаоны електен өткізіп, тегістеп салып шығамыз. Пирогымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, өте дәмді, ауызда еритін пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза, сау болыңыз.